Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода бомж жолы екінші бөлімін түсіретін боламын. Кешегі бомж жолы бірінші бөлімге сендер көптеген просмотр жинап тапсыңдар достар. Осылай қолдап отырсаңдар достар, мен видеоларды тезірек шығаруға тырысамын. Көп сөйлемей ақ қояйын достар, видеоны бастайық. Сендер болсаңдар лайк басып, видеоны до конца қарауды ұмытпаңдар. Егер де менімен бірге ойнағыларың келсе, сендерді Ставрополь, яғни 63-ші серверге шақырамын. Серверге кіргеннен кейін /promo деп жазып, менің Гера деген промокодымды жазсаңдар, сендерге үлкен бонустар береді. Достар, қазір мен Subaru көлігін семьяға алатын боламын. Subaru көлігін алмайым, енді Persona хан деген біздің семьяның замы маған осы Subaru'ды беретін болады, семьяға қоссын деп. От души саған тегін беріп осылай көмектесіп жатқанына, мінекей менің замымға аттық. Міне 660 мың рублиге лақтырды, минимум осы 660 мыңға лақтыруға болады екен. Мінекей осы Subaru'ды алдық, енді семьяға қосып қоямыз. Ең бірінші осыған тонировка және де әдемілеп шамалы тюнингтау керек. Стайлинг центрға келдім. Енді бұның цветін ауыстыратын боламыз достар. Цвет кузова емес, бірінші тонировка қойып тастайық достар. Қап-қара тонировка қойып тастайық. Ё-майо, бізде ақша жоқ екен ғой, ё-майо, складта екен ғой. Бірінші складтан ақшаны шешіп алайық. Міне 660 мың, бағанағы 660 мыңды қайтадан складқа салып қойды. От души Persona. Енді бұның бәрін шешіп алатын боламыз. Және де Subaru'ға біз сосын тонировка қойып тастаймыз. Кеттік ал. Отырамыз машинаға. Ал біздің қолымызда қазір 691 мың бар, я. Нормально. Қазір тонировкаға жетеді, потом ақша қалыватса, оған Nitro X10 қойдырамыз. Қазір тонировкасын қап-қара қыламыз. Бір жағы 42 мың рублей тұрады, еба. Екінші жағында 42 мың рублейге аламыз. Все, енді әдемілеп кузов таңдау керек достар. Қандай кузов қоямыз? Так, қызыл түсті, что-то қызыл түс жараспайды сияқты да. Біздің алдыңғы фамамның қызыл түсі, что-то көбісінде қызыл түс, поэтому біз деген мындай ма или қайсысын? Так, серый ма? Осы нормаль ма? Походу, осы нормаль достар. Или осы. Опа-на. Міне. Осы серый цвет әдемі жарасады екен достар. Осыны 32 мың рублиге аламыз. Все, пока что достар. Пока что осы әдемі цветті пока что ала тұрдым. Енді алдағы уақытта өзгертетін шығармыз енді. Достар, мінекей әдемі Subaru'мен біз вышкаға бара жатырмыз. Вышка не дейтін еді? Вышка охота, я. Вышка у охоты дегенге бара жатырмыз. Мінекей мен атак Шумахермін ғой, ойбай. 300 рубль минус қой. Кеттік ал, қазір вышкадан айыратын боламыз. Біздің тек өзіміз ба да? Походу өзіміз келе жатыр, или артымызда бір машина бар. Я, артымызда бір машина бар, семьяның. Енді тағыда 2 машина болып, қазір бәрін айыратын боламыз. Так, кеттік ал. Таймды қарап аламыз. Міне 37 кетіп жатыр, әлі пока 2 минут бар. 2 минут біткенше дейін біз смело. Опа-на, мынақта адамдар бар екен. Ема, мен двигателімді жандырып жіберді ғой. Ёпты, қазір айырам бар ғой. Айырып тастаймын. Кеттік ал, мен қандай стрелок екенімді білмейсіңдер ғой сендер. Так, опа-на, ана авка түркен. Оп, мәсаған. Ана өлмейді, что-то авка болып тұрған сияқты. Так, енді мына, анан кнопка басып кетті. Кеше біздің жоқ. Міне бір баланы өлтірдік. Енді мына жақтан опана мәсаған. Мән біреу минус. Давай, фак. Мә атак стрелоксың ғой. Мәсаған. Ёптігдік, мынау әппақ киім болған. Хыппысы аз, жүргенде ойнақтап. Қазір онда өлтірем. Пока FPS азайып атыр достар, осы видео түсірсем білмеймін. FPS азайып кетеді. Так, фамсклад дейміз, бронямызды киіп аламыз тезірек. Болды, ема, хорош. Лучшылар. Міне біздің балдар вышкадағы барлық адамды өлтіріп тастады. Құмай, бізге атотқан ес мынау? Төбедегі наш емес па? Саша, өліп қалған ғой. Болды достар, пока неше 50 секундтай қалды примерно вышканың бітуіне. Пока что вышка наш, изи. Все, вышка наш, 248 очкомен алып кеттік. Спасибо. Ал Гарель фермаға да келдік ал. Қазір бесбеля деп бастаймыз да, қазір айыратын боламыз достар. Қарап отырыңдар, фамсклад деп дайындап қойдым. Өткені қазір бронямды тез болса, сразу бронь алып алатын болғам. Ортасынан фөк етіп өтеміз да, имнаны қақ кетеміз да, осы жерден түсеміз де, бәрін айтып тастаймыз қазір. Так, Гарель фермада пока что аз адамда.
мен артынан баратым, аналар алдынан атса берсін. Мына жақта так мына өлтіріп тастайық. Мә братишка, но держи, бәрі мен қасымда жүрген сей. Төбеге қалай шығамыз енді? Ой, анаң скутерге отырып кете береді, ана кнопка басылып кетіп. Так, енді мына жақта, ой, ептігдік мына жақта розовый фома жүр осы. Надоел бар, ұнамайды осы. Анаң, ей. Мәш, көрдіңдер ғой да? Мен оған аттым ғой, бірақ вообще тиген жоқ. Саналмай қалып достар, көрдіңдер ғой, Семьяға автопарк алу үшін мен бұл рынокқа келдім, ал мына жақта толғын не дейтін Lamborghini Diablo, ё-майо. Мынау Секаны білетін шығарсыңдар достар, менің Калининградтағы келген замым. Енді ол маған 500 000 рублей беріп жатыр, пока семьяға дом алу үшін. Ол маған ең басында осы BMW E34 спорт берген болатын семьяға. И тағы да мне 500 000 рублей көмектесіп жатыр саған от души пупсик. Семьяға Чироки алайын деп жатырмын. Ең бастысы мына жақта прошивка спорт және де Nitro 10X бар. И арзан бағада 450 000 рублейге алдым. Все.